Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгінгі тақырыбымыз созу белгісі. Яғни мынау белгі әріптің үстінде немесе астына келуіне байланысты созылып, жоғары немесе төмен созылып оқылады. Міндетті түрде созылып. Ал бисмиллах бастайық. Әмәні, әмәні. Яғни бір жарым әліпке созылды. Әдәмә, әдәмә, әнәсә, әнәсә, әмәннә, әмәннә. Екі созылу, я? Әмәннә. Екіншісі осы. Әхиратун, әхиратун. Зәлика, зәлика. Иләхун, иләхун. Әзәнихим, әзәнихим. Екі созылу, және де зә деген. Ләкин, ләкин. Рахмани, рахмани. Харуна, харуна. Ибрахима, ибрахима. Исмаиля, исмаиля. Исхаqa, исхаqa. Ayatun, ayatun. Haza, haza. Екі созылу. Самауатун, самауатун. Екі созылу. Құранун, құранун. Атайна, атайна. Ахири, ахири. Фихи, фихи. Динукум, динукум. Мустақима, мустақима. Аллазина, аллазина. Қадирун, қадирун. Алимун, алимун. Таджри, таджри. Муттақина, муттақина. Осымен аяқталды. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум.